Сәлем достар, сіздермен қайта қауышқаныма өте қуаныштымын. Бүгін сіздермен қытырлақ, керемет, хрустящий вафель рецептімен бөліскім келіп отыр. Рецепт өте қарапайым, әсіресе кішкентай балалар сүйіп жейтін печенье орнына да қолдансаңыздар болады. Рецепт өте қарапайым, бар жоғы 200 грамм маргаринді ерітіп, үстіне 150-180 тәттіні қатты қаласаңыздар 200 грамм шекер салып, миксермен жақсылап миксерлеп аламыз. Мінекей миксермен 1-2 айналдырып алдық. Үстінен үлкендеу болса 5 дана жұмыртқа алсаңыздар, егер жұмыртқаларыңыз кішірек болатын болса 6 дана қосқандарыңыз дұрыс болады. Қолдың жұмыртқасын пайдалансаңыздар, осылай сап-сары керемет болып шығады. Барлық жұмыртқаларды маргариннің үстіне салып, шекер үшеуін тағы да 1-2 миксермен айналдырып алатын боламыз. Келесі кезек бізде ұн. 200 грамм ұнды електен өткізіп, елеп сепсеңіздер, қамырларыңыз түйіршік болмайды. Және 200 грамм ұнның барлығын бірден салып жібермеңіздер. Осылай видеода көріп тұрғандарыңыздай аз-аздан електен өткізіп, жақсылап елеп, миксерлейміз. Түйіршік болмасы үшін аз-аздан қосып миксерлесеңіздер, 2-3 бөліп миксерлесеңіздер, қамырларыңыз бір келікі қамыр шығатын болады, тесті дайын болады. Достар, егер сіздер менің каналыма әлі де тіркелмеген болсаңыздар, тіркеле кетіңіздер, лүпілдеріңізді басып, комментарий бөліміне өз ойларыңызды жаза кетіңіздер, және рецепті өздеріңізге жақын адамдармен бөліссеңіздер болады. Пісіру жолы да өте қарапайым, арнайы осы вафельге арналған пеші бар. Осылай мен ағаш қасықты қолдандым. Сіздер егер кішкене ожаушамен қолдансаңыздар да болады, немесе ас қасықпен 2 ас қасық салған дұрыс. Демде піседі, 1-1,5 минут қана кетеді. Арнайы осындай трубочкамен өздеріңізге қалаған пішімде қолдансаңыздар болады. Және орағаннан соң, бірден орау керек. Алғаннан соң, демде 30 секундтың ішінде кеуіп қалады, қатып қалады. Қандай пішімге орасаңыздар, сондай пішімге келеді. Мен сіздерге 2 түрлі әдісін көрсетейін. Өзім сол 2 әдісті көп қолданамын. Осы дөңгелекше және гүл тәріздес. Осындай таяқшаның, трубочканың көмегімен дөңгелек қылып жасап аламыз. Қарап-қарап тұрмасаңыздар, демде пісіп, қап-қара күйіп кетуі мүмкін. Себебі құрамында шекер көп болғандықтан тез күйдіріп жіберуі мүмкін. Осылай, осы әдіспен 2 ас қасық шамасы саласыздар. Мінекей, бір әдісі дайын. Барлығы өте дәмді, жылдам піседі. Көп уақытыңызды алмайды. Арасына ешқандай начинка қолданбасаңыздар болады. Өзі де онсыз да дәмді, тәтті. Міне, барлығы да керемет болып шықты. Бұған көп уақытым кеткен жоқ. Екінші әдісі гүл әдістес. Оны 2 бүктеп, бүктелген жақты тағы да бүктеп, жалпы 4 рет орау арқылы осындай гүл шығарсаңыздар болады. Балаларға берсеңіздер де сүйіп жейді. Печенье орнында ермекке қытырлатып жегенге жақсы. Шай ішіп отырғанға да жақсы. Мінекей, тағы да көрсетейін. Гүл тәріздесті қалай жасау керектігін. Рецепт өте қарапайым. Сіздерге ұнаған болса қуаныштымын.
жасап көріп, өз ойларыңызбен бөлісе отырыңыздар арасында. Мінекей арасында мен вареный сгущенканы алып қолданып жатырмын. Сіздерде болып жатса, творожный сырмен де аппақ крем жасауға болады. Безендіруге мен жай ғана кунжут қолдандым. Әркім өзінің қалауы. Жаңғақты майдалап қолдансаңыздар да болады. Кокосовый стручка қолдансаңыздар да болады. Жалпы ештеңе қолданбасаңыздар да болады. Мен екі басына осылай шоколадны варенканы жағып, безендіру үшін жай ғана кунжут сеуіп отырдым. Дәл осылай сіздерде жасап көрсеңіздер болады. Сіздерге рецепт ұнаған болса, өте қуаныштымын. Сіздермен бірге болған мен Гүлдана Саухимбаева. Келесі рецепттер видеосында жолыққанша сау болыңыздар. Ұнаған болса, лүпіл басып, жасап көріңіздер. Ас болсын.